Қайырлы күн. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бүгін восточный пирог пісіретін боламыз. Жұмсақ сары май мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Оған жұмыртқамызды қосамыз. Ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып, қамыр жасаймыз. Қамырымыздың бастарын біріктірсек болды, көп илемейміз. Егер дым жұмсақ болып кетсе, қамырыңыз 30-40 минутқа холодильникке салып қойсаңыз болады. Формамызға жайғастырамыз. Оқтаумен осылайша кесіп, кескен қамырларымызды шеттеріне, ортасына салып жайғастырып қоямыз. Кешмешіміз бен қорағамызды, орехымызды жуып, кептіріп аламыз.
алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісті, суытуға қоямыз. Суығаннан соң барып қант ұнтағын шашып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк баса кетіңіздер.